Бұл видеода сіздермен карта арқылы қалай вывод жасаймыз, соны көрсететін боламын. Бірінші, сіз картаңыздың данныйын енгізіп алу керексіз. Мына жерде жеке кабинетіңізден қарасаңыз, funds дегенді басып, payment detail дегенді басамыз. Сол жерден осындай страница ашылады. Select дегенді басып қалып, мына жерде таңдап аламыз, қарасаңыздар, басқа да методтар бірге тұр. Соның ішінен кредит карт деп тұрады, мінекей. Аяқ жағында осын таңдаймыз. Енді атыңызды жазасыз өзіңіздің, да, допустим, бұл last name, фамилия, Болат. Картадағы атыңыз, яғни қандай картамен депозит алдыңыз, негізі сол картаға вывод жасасаңыз тезірек түседі. Басқа танымайтын карта емес. Егер картаңызды бірақ жоғалтып алсаңыз, срок өтіп кетсе, түгетпейді. Банктен перезапустить етіп ала аласыз. Бірақ онда карта өзгертсеңіз, банк картасын, лучше менеджермен хабарласаңыз, сізге көмектеседі. Мен яғни көмектесем сізге бұл. Мына жерде картаның соңғы 4 санын жазасыз өзіңіз депозит алған. Мысалға соңы 001 деп бітеді дейік, допустим. Жарамдылық мерзімі, мына жерде бағана 2028 дейік. И март. Мінекей, таңдалды. Қай елден алған карта екенін жазасыз, допустим, Қазақстан таңдаймыз. Мына жерге алды артын фотоға түсір деп жазылып тұр, бірақ негізі сіз тек алдын түсіріп, просто сол соңғы 4 санын көрсетіп, қалған номерлерді размазать ете аласыз. И мына жерге осыны басып, жүктей аласыз таңдап документті. Жүктеп болғаннан кейін фотосын алдын submit дегенді басып, карта данныйларын жүктейсіз. Бұны болғаннан кейін келесі қадам вывод. Карта данные уже енгізілді. Мына жерде көріп тұрсыз, withdraw funds дегеніміз, ол вывод финансы дегенді білдіреді. Финансовых средств. Withdrawды басқаннан кейін, мына жерде select'ті бірінші басып аламыз. Келесі қадам ол бізде ақшаңыз, яғни профитіңіз сіздің жаңа біздің депозит алған кезде аударған осы real аккаунтыңызда тұр. Мына жерде, допустим, сізде $100 тұр, мысал ретінде. Соны кошелекке аударып аласыз бірінші. Мінекей real аккаунттан кошелекке аударасыз. Мына жерде енді 0 деп тұр, бірақ сізге мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Қызылды бастап continue деп, қанша сумманы жібересіз, бәрін аударып аласыз. Керек вывод сумманы. Одан кейін жіберіп алғаннан кейін уже ақшаңыз сіздің брокерский кошелекте тұрады. Мына жерде таңдап wallet дегенді таңдайсыз кошелекті, и мінекей тағы да таныс кредит карт дегенді таңдаймыз. Мына жерге мысалы уже жүктелген карта бар бізде. Осы карта мінекей соңы 32-60 деп бітеді. Мен ол картамен депозит алғам, қайтадан сол картаға шығарып жатырмын. Мына жерде сіздерде USD деп тұрады, USD-мен салыңыз, USD-ді басамыз. Continue-ді басып жалғастырасыздар. И ары қарай сумманы жазу керексіздер, қанша вывод шығарасыздар. И почтаңызға пин-код келеді. Растау үшін сол пин-кодты жазып, выводқа жібересіз, болды. Сұрақтар болса, техникалық менеджерге жаза аласыздар. Рахмет.